Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз духовкада піскен картоп дайындайтын боламыз. Французский гратен деп аталады. Ең алдымен ол үшін картопымызды жұқа етіп, теркадан өткіземіз. Оның жұқалығы осындай болу керек. Пиязымызды төртбұрыштылап тураймыз. Және дәл солай төртбұрыштылап сарымсағымызды да тураймыз. Жұқа етіп туралған картоптарымызды противенімізге видеода көрсетілгендей етіп орналастырып шығамыз. Қызып тұрған майға пиязды жұмсарғанша қуырамыз. Сарымсақ салып, тағы да қуырамыз. Үстіне сары майды салып, ерітіп аламыз. Үстіне ұн себе отырып, тағы да араластырамыз, қуырамыз, сүтімізді құямыз. Асты жабысып қалмас үшін тоқтаусыз қозғап отыру қажет. Қалауымызша тұз, қара бұрыш қосамыз. Ең соңында кілегейімізді құямыз. Біздің соусымыз осымен дайын. Картопымыздың үстіне қалауымызша тұз, қара бұрыш және ас көк сеуіп, дайын болған соусымызды үстіне құйып шығамыз. Үстін осылай тегістеп шығамыз. Ас көгімізді сеуіп, үстінен ірімшігімізді орналастырып шығамыз. Шамамен 200 градуста 1 сағатқа салып пісіретін боламыз. Біздің французский гратеніміз дайын болды, пісті. Сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Замира, астарыңыз дәмді болсын.